есептен шығару. Ал сабақ бұл бағдарламасына сәйкес мақсатымыз қайталанбайтын орналастыру, алмастыру және теру сандардың формулаларын қолдана отырып есептен шығару. Бүгін үй тапсырмасын былай тексерейік. Досыңды бағала әдісімен тексереміз. Ол қалай? Жаныңыздағы досыңызбен дәптеріңізді алмасаңыз, тақтада тұрғандай 600 үшін жауап шығармызда қайталанбайтын орналасу формуласымен тапсақ, егер дұрыс деп тапсақ, бір-бірімізді тексереміз. Әр топ басшыларын сайлап, қазір топ басшылары 2 минуттан кейін барлығымыз бір-бірімізді тексеріп болғаннан кейін неше адамда дұрыс, неше адамда үй жұмысы жоқ, немесе неше адамда қателік бар, соны кері байланыс жасаймыз. Кәдімгі олай болса дәптеріңізді алмасаңыздар, досыңды бағала әдісімен бір-бірімізді негізімізді тексерейік. Және мына бағалау парағы берілді. Бағалау парағына сай адам санын жазып қоямыз. Егер әр дұрыс жауапқа бір стикерден бағалап отырамыз. Үйренетін математикалық саласының комбинаторика деп атайды. Дискретті объектілерді және жиын мен жиынның қатынастарын қандай комбинаторика отырады. Келесі бізде жаңағы сақтарын жауабы комбинаторика терминінің лебін сегізді математикалық сатышылы және дискретті объектілер мен жиынның қатынастарын зерттейді. Бәрін айтып өттік. Келесі оқулықпен жұмыс болсын. Оқулықтарымыз 2-9 жесек, қалған есептердің барлығы шығарылады. Осы есептерді әр топқа бір есеп өзі қандай болсын. Бір топ қай топқа шығады? 2-9-ды бірінші, яғни алмастыру тобына береміз. Екінші 31 есеп.
Çeviri тобына орналастыру тобына 240 есеп. O almasışı тобынан ажырашысы. Al bu da çıkar. Kendisi çeviri тобынан шығып шығады деп есептеуді береміз. Кітабымызды алып шығар болсақ, тақтада тұрмыз. Яғни біз қай есептандардық? 2-де 30. Логарифм сөзінің құрамына 2 дауысты және 1 дауысты дыбыстарды неше тәсілмен таңдап алу керек. Яғни бұл есебіміз біздің қазақ тілімен байланысты екен, дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырата білуіміз керек екен. Ал есептегі санайық, логарифм сөзінде неше дауыссыз бар? Аққа таптың оқушыларды жауап бере берсе болады. 5 дауысты, 3 дауысты жарайсың. Қандай әдіспен шығаратын? Қай қойметін жоқ, оны өзі шығарды. Келесі, дайынсыз ба? Есіздегі таңдаған формула дұрыс па балдар? Дұрыс. Арқай жалғастырады. Қай есеп нөмірін жазып қоямыз? 2-де 9 ба, иә? 2-де 9. Логарифм сөзінің әріптерін 8 әріпке шығады. Неше сөз құрастыруға болады деген есеп екен, иә? Тапсырмаға көшпейді, иә? Бізде пиза есептерін алды. Пиза дегеніміз не балдар жалпы? Өткен сабақтарда пизаға байланысты есептер тартқан едім, иә? Осы өрді қолдану. Яғни халықаралық деңгейде оқушы қабілетін тексеру. Оқушы қабілетін бағалау бағдарламасы тексеру есептері. Осыған байланысты есептерді қазір шығарамыз. 12 факториал, 9 факториал. Және 12 есепті 30, иә? 2 жердегі 5 болады, 10-ды 4 дейді. Пиза есептерін жаңа айттық, иә? Енді осы есептерде, пиза есептеріне байланысты ескерту. Елімізде көлік бөлмелерін жасау. Вообще, комбинаторика өмірде неден қолданамыз бізде? Не үшін қажет комбинаторика тақырыбы? Қандай салада қолданамыз? Өмірде көптеген салаларда қолданамыз. Номер шығаруда қолданамыз. Көлік номері шығаруда. Және үй номерін шығаруға қолданылады. Үй номері, иә, бірдей болмау керек. Мектеп атауын шығаруға. Мектеп атауына енді ондай бір сабақ кестесі күнделікті, иә, қайталанады. Қоңырау кестесі. Және бізде көптеп логистика саласында екен, иә? Күнделікті қолданатын біздің қолымыздағы карточка номері. Және де нені айтсақ болады? Телефон номері қайталанбайды. Жеке сәйкестендіру номерлері қайталанбайды, иә? Кейінде жүрдім, сол жасайын, қайталанбайды. Осының барлығы бізде комбинаторика формуласымен қолданылған есептер шығарылады. Күнделікті өмірде бізде жиі кездесетін және керекті тақырыптардың бірі екен. Соған байланысты, мына есепке байланысты. Елімізде көлік номерін жасау үшін ағылшынның 26 әріпі бар, иә? 26 әріптің 22 әріпі қолданылады екен. Және бізде қанша цифр қолданады? 10 цифр сандар қолданылады екен. 0 және 9 аралығы, иә? Есепті шығарамыз. Алматы қаласына тіркелген жерлеген орындарды көліктердің номерлерін цифрларын жасау үшін 0 мен 9 аралығы цифрларды қолданудың неше тәсілі бар? Бұл жерде жаңағы есептен қандай айырмашылығы бар? Мемлекеттік нөмірлерде 2 саны болады, ал жеке азаматтардың көліктерінде 3 саны қолданылады. Ол әріптен. Мемлекеттік көліктердің әріпінде 2 әріп. Ал үш Мемлекеттік көліктерде 4 сан болады. Жоқ, 3 сан болады. Әріпте 2 болады. Бұл есепте келесі топ қай топтан шығады? Шықпағандықтан. Артық бетке бал қойды ұмытпаймыз. Қалған есеп, одан кейін 3 есепке 3 топ дайын отырамыз.
kishi tak 2 alsam necha? 2 kishi tak durs aytasiz 11 al qo'ydim aytamiz. 22 jup 3 alsam necha? 98 jarayonida. Qo'l ko'tarib javob beringlar. 2 kishi sifrlari har turli 3 alsam. İyi, maaş. Düzgün. Hadi. 2 kishi sifrlari har turli san. 3 alsam. 113 işte, 120 işte. Sağ kaydalarız. 2 kishi durs aytasiz 102. 3 tamamlı sıfırlar kapatmayın. 102'de 4, 7'den tane 2 kişisi jaraysiz. Birden 100'ga deyingi necha jup, necha taxsan bor? 20 jup, 20 taxsan jaraysiz. 2'ga 5'ga deb bo'ladi. 2 tamamlı standart necha? 7'ga deb 5'ga deb bo'ladi. 2 tamamlı standart necha? 10. Ondan başlayalım ya. 10. Neşe yürüttü o neşe. 9. Kaça san var bu söylediğin ya? 9 da sayılarını yapalım. Halay 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 95 gibi bölüm. Bir gibi bölüm. Sen oldular. Demek o nemiz Germanya'da bekliyor. Bırak, sandalan tersinde. Kaça çıktı? 10'luk 3 derecesi 10 ya. Bundan bir tane
Tez qarab tashlaymiz, faqat tez qarab. Tez qarab. Formulani o'zi qo'llansa-da, артынан sendерге so'zlar chiqardi. Aytolmaydi, o'zi formulasini yeyapsan. Uy жұмысына бағар. Мынандай есептер беремін. Ұялы телефондарымен 3 ай берілсеңде видео сабақ шығады. Яғни осы есепті толығымен түсіндіріп береді. Бірінші өзіміз шығарамыз, одан соң видео түсірілім. Егер қиналса видео түсірілімді көреміз, я? Бөліп қырып алсаңдар болады.